Сендер мен атын білмеймін каналы. Және де біз бүгін Майнкрафт ойнайтын боламыз. Майнкрафттың атын білмеймін, Майнкрафттың бірінші сериясы. Солай білмеймін енді. Атын білмеген соң атын білмеймін деп қоя салдым. Және де менің каналымның аты атын білмеймін. Ал бүгін біз міне Майнкрафттан осындай үлкен мектеп салдық. Міне осындай үш этажды. Міне осындай мектеп. Мен салдым, енді қазір осының іштерін көрсететін боламын. Міне осындай мектеп. Енді қазір көрсетемін. Так, есігімнің мына жерде. Негізі мен мұны ішін көрсететін боламын. Міне ішіне осылай кіресің. Кіріп қойдым ғой уже. Тәртіп міне бастауыш сынып бірінші кабинет деп тұр. И потом кіреміз міне. Міне осындай мында типа мұғалім отырады. Мында балалар сабақ отырады. Бұл енді кішкентай кабинет, бастауыш болғандықтан. Мына да дұрыс солай, бастауыш сынып екінші кабинет. Міне мында да жаңа тоже сол сияқты ғой. И потом мына жерде гүлдер анау тұр. Гүлдер ана. И потом осылай кіреміз. Типа коридор, одан міне физика үшінші кабинетте. Міне осы кіреміз, міне осы жерде осындай болады. Міне қарадым, міне біреуіне нандай немет. Короче, міне табличка осылай қойылады, жанына қоймау, сол үшін мен қоймай қойдым. Ол осылай көп не отыру үшін, короче, қойған жоқпын. И мына жақта бұл осылай, короче, кабинеттер. И мына жақта қазақ тілі және қазақ әдебиеті 4-ші кабинет. Мына да дұрыс солай, жаңағыдей. И потом былай қарай жүреміз. Мында міне екінші этажға барады, бірақ міне мына жерлерде осындай типа отыратын коридор. Осы жерге де бірдеңе қою керек. Міне осындай орындық типа міне сосын мына жерде мен туалет. Негізі туалет маған бәрінен қатты. Туалет жын салдым мен. Ол жердің астында, короче. Міне осылай кіресің. И потом міне ұлдар, қыздар деп тұрады. И потом бұл кіресің. Есік ашылады. И потом мында бүкіл мен осындай. Мен осындай типа жердің асты ғой уже. Осындай. И потом бүкіл осындай, короче. Сосын мына жақта да тұр сондай туалет. Туалет білмеймін, бірақ сонда да салдым. Бірақ туалет маған ұнады, мына жердің астында салған туалет бәрінен жақсы салдым. И потом мына жақта потом көрсетейін ма? Бұны потом көрсетем. Екінші этажға барайық. Екінші этажға міне осылай шығамыз. Типа міне осылай көтерілеміз. Мына ары қарай үшінші этаж. Былай барамыз. Мына жерде міне информатика 5-ші кабинет. Міне мында үлкен, мында типа компьютер болады ғой. Типа солай отырады, балалар отырады, типа мында екі орындық мұғалім, компьютер, анамынаулар болады. Бұның ішіне тағы бірдеңе қосу керек. Типа міне осы жерде гүлдер осылай. И потом міне мына жағында директордың кабинеті, кіреміз. Директордың кабинеті. Типа не қосарын білмей, өтірік жасалдым. И потом міне мұғалімдер бөлмесі, типа учительский ғой. Мында кіреміз. Міне осылай. И мына жерде мұғалімдер отырады. Короче, солай. И потом келесі. Былай барамыз. Неден шығамыз. И потом мына жақта міне асхана деп тұрады. Асханаға кіреміз. И былай барамыз. Мына жерде қолымызды жуамыз. Типа қол жоқ сияқты бірдеңе ғой. Осылай рычагтарды қоя салдым. И потом мында орындық столдар. Мына жерден типа тамақ алады. Балалар, мектептегілер. И осылай міне осы жерге келіп тамақтарын ішеді. Не осылай, мына жақта да тұрсындай, тоже есік. Не асхана деп тұрады. Не асхана. И потом гүлдер міне енді үшінші этажға шығамыз. Үшінші этажда так, міне осындайлар. Типа коридор отыратын жер, столдар бар. Тағы бірдеңдер қою керек, оны бірақ сосын қоямыз. И потом міне ар жақтан бастаймыз. Бұл жақта мына жерін етіп қапты. Бұл жақта міне мынау жеті, міне химия 6-ші кабинет. Мына типа осылай ғой. Міне ат жақтан кіресің, анау тақта типа. Бағаналар сондай болды, анау тақта болады.
Мында балалар отырады, ана жерде мұғалімдер. Солай, короче. Мында да тоже орыс тілі, 7-ші кабинет. Міне, мынау да тоже сондай. И потом былай жүреміз. Мында не ағылшын 8-ші кабинет. Мында да тоже солай. Бұлар бірдей кабинеттер, только аттары ғана міне мынау. Қазақстан және дүниежүзі тарихы деген ғой. 9-ші кабинет. И потом болды, мен осы жақ бітті, енді мына жаққа барамыз. Міне мында алгебра, геометрия 10-ші кабинет. Міне мына тұрсылай. Мында балалар отырады, оқушылар. Бірақ мен мында оқушыларға не жасамаппын. Ой, оқушы деп қой, мұғалімге парта, орындық сондай жасамаппын. Ол керек емес енді. Типа Майнкрафтта. Міне осындай, науда тоже сондай. Бұл сабақ өткізіп қояйық, қандай жителдер бар еді ғой. Бірақ қояйық па? Жоқ, қоймай қояйықшы. Олардан шығып кетіп, мына есіктерді ашып жүреді, нетеді, короче, жаңа дейді. И міне бұл тоже мынандай. Мына жақты көрсетейін ма дегенде. Короче, бірінші мен астынан бастап көрсетейін онда. Міне үстіңгі зал ғой, типа деп жазып қойған ғой. Жарты көрсете салайын. Мына жерді көрдіңіздер ғой, осындай типа отыратын жер. Мына жаққа кіреміз, міне. Бір жақта міне спорт залдың үсті бар. Мына жерде мен спорт зал, типа футбол ойнайтын жер, бірақ спорт зал бола береді ғой енді. Мен типа осындай үстіне шығып алып өстіп қарауға болады. И қазір астына сразу сайте салайық онда. Жо, бізге ана нелерді көрсету керек, қазір ана жақтан барып көрсетем. Есікті жаба салайық. И потом былай барамыз. Бірінші этажға түсеміз. Такс. Не, бірінші этажға түстік. И потом міне мына жерден бағана осы ғой, спорт зал. Міне спорт зал кіреміз. Осы ғой жаңағы спорт зал, мен көрсетем ғой, футболын типа. Міне раздевалка қыздар дейді. Міне қыздардікі осындай. Міне мына жерде мынандай да болады. Раздевалка ғой, короче, киім ауыстыратын жерлер. Сондай, короче, мына жерде міне ұлдардікі раздевалка. Мынау да тоже сондай. И потом міне былай барып, мында раздевалка болады, и потом былай барып спорт залға кіреді уже. Міне спорт зал. Міне осы жерде футбол ойнауға болады, тағы. Короче, спорт зал ғой, футбол ойнауға да жаттығу жасап ана. Бірақ мен мына жерін дұрыс деген жоқпын. Қалайды ұмытып қаптым, білмеймін. Осылай өтірік салдым, өтірік башым білмеймін. Бірақ мына жер қараңғы болып тұр, бірақ үсті мынандай міне. Сосын мен мына жақта тағы бір кабинет. Ой, кабинет есік, міне бұл жаңағы бірінші этаж, міне мына спорт зал деп жазып тұрады. Еще біз жаңа мына жерден кіргенбіз, енді мына жақтан шықтық. Так, осы енді мектептің іші осындай. И тағы болды, короче. Осы мектептен ё-моё ұзақ салдым, жағалып кеттім. Әсіресе ана кабинеттерді салған жағын. Бірақ бәрінен де ұнаған маған туалет күшті салынғанда, жердің астында туалет ұнады маған. Шынды салынғанды өзім салдым. Сенесіңдер ма, сенбейсіңдер ма десем, білмеймін, рас өзім салдым. Короче, сосын қазір алғышақ, бұны сыртын дұрыстап тағы көрсетейін. И бұның ішіне тағы да бірдеңелер қосу керек. Бірдеңелер салу керек қой, короче, алдарына мына жерге бірден еще тағы да басқа не істеу керек, осыны дамыту керек. Міне осындай 3 этажды мектеп, жаңағы міне осындай төбесі, крышасы осылай жабылған. И потом, если нетсе мен осы крышасына бірдеңе салатын боламын тоже. Мектептің үстін 4-ші этажға солай салатын боламын. Міне осы мектеп ұнаса лайк басамыз, каналға тіркеліңдер, подписаться деген кнопканы басыңдар.